Ассалаумағалейкум, қазақ елі, отандастар, жерлестер, туыстар, бауырлар. Мен Маршан қыздарыңыз, әдеттегідей Америкадан алдарыңызға шығып тұрмын. Бүгінде шыға салысымен өздеріңізден лайк жөнінде сұрай кетейін. Әрі осы менің арнамды тіркелмей көріп жүрген кісілер болатын болса, тіркеле кетулеріңізді сұраймын. Әрине, егер ол сіздердің бас қауіпсіздіктеріңізге ешқандай зиян келтірмейтін болса. Тақырыпқа келетін болсақ, тақырып мынау кешегі өткен Мюнхендегі жиын, қауіпсіздік жөніндегі жиын, Ол жиынға Путин шақырылмады, шақырылмаса да ол өзінің жоқтығын білдіртпеді. Мынау Чернобыльдегі АЭС-ті жарды, одан қалды Трамптың жаңағы вайс-президенті Джей Ди Венс оның орнын жоқтатпады. Олар Джей Ди Венс сөйлеп тұрған кезде қолды Путин сөйлеп тұрғандай болды. Бәрін жаңағы батыс елдерін айыптай сөйледі. Украина жайында тек қана жай шолып өтті, ал Путинді тіпті аузына да алған жоқ, мынау жауыз ретінде аузына алған жоқ, оны ешқандай да айыптаған жоқ. Қарап отырсаңыздар, мынау Мюнхеннің бір жаңағы енді жаман белгі ретінде белгілеуге болады мына Мюнхен отырыстарын. Егер тарихтан естеріңізде болса, естеріңізде болмаса, шолып өтсеңіздер болады. 38-ші жылы 30-шы қыркүйекте, 30-шы сентябрьде сол жерде тағы да бір осындай сатқындық, тағы да деп кешіріңіздер, әлі сатқындық болған жоқ қой, бірақ бола сақтады, сол жерде сатқындық болған. Мынау Гитлер, тағы да жаңа қасындағы үшеуі бар, солар шешімді қабылдап Чехословакияның сыртынан, мына Чехословакияны жаңағы оның серіктестері ма қалай, соған жаңағы Великобритания мен Франция, мынау қолдаушылары болған Чехияның, солар сатып кетіп, Чехословакиясыз міне сөйтіп Гитлерге оны бере салған 38-ші жылы. Ал осындайда ол кезде жаңағы Гитлердің әңгімесінің төркінінің бәрі сол болған. Чехословакиядағы немістерді жаңағы чехтар күн бермей жатыр, немістердің күні қараң болып жатыр. Мен соларды құтқарам деп жаңағы Судет облысын алып алуға шешім жасаған кезде, бұндай әңгіменің төркіні шыққан кезде чехтар кәдімгідей халықтың қолдауымен дайындала бастайды, Украина сияқты. Сөйтіп жүрген кезде бұны келісім шартқа шақырмай, мынау Великобритания мен Франция алатта бұны Гитлерге сатып жібереді. Сөйтіп масқара болады. Сондай болған кезде Черчилльдің айтқаны бұл жаңағы опасыздық пен соғыстың арасында таңдауы болған мынау Великобритания мен Францияның бұлар опасыздық пен сатқындықты таңдады, енді бұларды үлкен жаңағыдай соғыс күтіп тұр деп. Сол кезде мынау екінші дүниежүзілік соғыс басталды. Бір жылдан кейін Гитлер көрді, бұлар қандай қорқақтар екен, бұларға осындай күшпен бәрін басып алам деп, анау Мәскеуге дейін де жетті, естеріңізде болса. Міне одан кейін жаңағы Гитлер жеңілді, оның бәрін білесіздер. Сөйтіп, мынау сол сүндетті басып алған кезде, алдында мынау сүндетті сатып жіберген кезде, бір оқсыз чехтарды, Великобритания мен Франция сатып жіберген кезінде Гитлер алып сол жерде қаншама мыңдаған чехтарды қуып шыққан өздерінің отандарынан. Сөйтіп сол жерді басып алған. Одан кейін соғыспен қалғандарының бәрін басып ала бастады. Польшаға барды, оның бәрін білесіздер тарихтан. Ал енді жеңістен кейін октябрьде, қазан айында чехтар қайтып оралды, сөйтіп Судет ауданын өздеріне қайтарып алды. Сөйтіп бүкіл немістің бәрі мынау Чехиядағы, Чехословакиядағы, Польшадағы, Молдова, Югославия бәрі немістердің бәрін қуып шықты. Сөйтіп өздерінің отандарында өмірдерін сүріп жатты. Ал енді мына кешегі Мюнхендегі отырыста жаңағы Венстің әңгімесін естідіңіздер, барып тұрған енді сатқындық. Сөйте тұра бұлар деген мынау енді келіп жатқан Зеленскийге
келісім шарттың жаңағы несін Америкамен келісім шартты алдына тығып жібергілері келді. Зеленский өзі қанға булығып жатқан кезде оны оқып жатар дейсің ба, қолды қояды да жібереді, оларға қазір осындай көмек керек болып тұрған кезде деп. Бірақ енді бұл жерде Зеленский ерледі, әрине оған жаңағы кеңесшілері кеңесті берді, мынау батыс жағындағыларда, ол қолды қойған жоқ, ешқандай да келісім болмайды, ешқандай гарантия, түсіндіңіздер, ешқандай гарантия болмаса, біз ешқандай келісім шарттарға қол қоймаймыз деп осы жерде міне ерлегені болды. Одан қалды жаңағы Джей Ди Венс аямай тұрып батыс елдерін сөкті, бір жаңағы оқушы балдарды сөккендей қып, мына сендердің қауіпсіздіктерін өз бастарыңда деп. Осыған дейін жаңа батыс елі, Запад, НАТО бәрі мынау Америкаға кәдімгідей құдайдай сеніп отырған. Енді естерін жия бастаған сияқты, енді жаңағы өз өмірлері, өз тағдырлары өздерінің қолында екен, бұларға енді жеткен сияқты болды. Міне кәдімгідей встряска болды, әдемі, осындай отырыс. Сол отырыста Джей Ди Венстің жаңағы сөздері. Міне сол жерде, міне қазіргі Американың осындай сөздерінен кейін, Чехословакияның президенті сол жерде бәріне мәлімдеме жасады. Біз бүгіннен бастап Украинаға 1,6 миллион снарядтарды береміз деп. Бұл Чехияның президентінің әрине есінде, сатқындықтың қандай екенін дәмін бұлар жақсы біледі. Сол үшін де бұлар өздері осындай жақсы қадамға барды. Міне Украинаны қолдайтынын айтты. Мынау құршының құрбеңесі бітпей жатыр әлі, бітпей тұрған кезде біз оның біткенін күтпей-ақ, бүгіннен бастап біз оларға 1,6 миллион снарядты береміз деді. Көрдіңіздер ма, әлемде қандай нелер болып жатыр. Міне кеше күні ауыз жалашып жүрген Запад пен Америка, міне бүгінгі күні осындай халге түсіп жатыр. Бірақ енді бұл жаңағы Америка мен батыс ажырасты деген сөз емес, тағы да қайталап айтам, бұл Трамп Америка емес. Трамп ол жердегі кездейсоқ адам. Мұны Путиннің көмегімен келсе де, кімнің көмегімен келсе де, сол жерге кездейсоқ келіп қалған адам. Саудагер, неше түрлі жаман сөздермен оны қазір айтып жатыр. Америкада да, Американың сыртында да, оны естіп өздеріңізде көріп біліп отырғансыздар, шығарсыздар. Міне осындай опасыздықтарға барып жатыр, сенім артқан кісілері осындай сатқындықтарды жасап жатыр. Украина жеңілген күні, Зеленскийді тыңдаған болсаңыздар, Зеленскийдің сөзі, енді міне Украина жеңілген күні Путин НАТОға, батыс елдеріне шабуылға дайын отыр, Белоруссия арқылы 18 дивизия құрып жатыр дейді. Одан қалды мынау Киргизия, Қазақстан, оның бәрі бір оқ шығармай-ақ, бір шыбынын сол жердің өлтірмей-ақ, ол қалтасына Путин бүгінгі күні салып отыр. Ол туралы басын қатырып та отырған жоқ. Сол үшін халқым, абай болыңыздар, сақ болыңыздар. Мынау елдің ішіндегі жүріп жатқан астыртын жұмыстардан хабардар болып отырыңыздар. Аблязовтың айтқан ұяшықтарын құруды тоқтатпаңыздар. Бүгінгі күні ешқандай бөлінуге болмайды. Аблязов анау, Серікжан мынау, Ержан анау деген сияқты. Бір болыңыздар, бірігіңіздер. Тек қана бірлік қана бүгінгі күні қазақтарды алып шығады, мына өзінің тәуелсіздігімен. Сол халқым, бірігіңдер, бірлікті арттырыңдар. Мынау ертеңгі келе жатқан X күнде батырларымыздың жанынан табылуға дайын тұрыңыздар. Сөйтіп бәріміз бірге бір ауыздан бейбіт те берекелі Қазақстанымызға, әділ Қазақстанымызға бет бұрайық. Алға қазақ елі.